Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Бүгін мен сіздерге осындай жаңа жылдың мерекенің қарсаңында осындай дәмді, жылдам дайындалатын торттың рецептісін сіздермен бөліскім келіп отыр. Осындай және де бетін әдемілейтін әдемі торт. Ол үшін бізге осындай 120 грамм бал қажет болады. Осы балды бізге ертіп, осындай ыдысқа газымызға, тоғымызға қойып, үстіне, осылай ергеннен кейін үстіне ас содасын қосып, көпіргенше араластырамыз. Өте жылдам дайындалатын торттың рецептісі, дайындап көріңіздер. Барлықтарыңыздың қолыңыздан келеді деген ойдамын, өйткені дайындалу өте оңай. Міне осылай біздің бал мен ас содасы көпірген кезде үстіне майымызды қосамыз. Майды қосқаннан кейін осылай араластырып тұрып, 1-2 минуттай ғана ұстайсыздар. Май толық ерген кезде осы біздің балды массамызды алып қоямыз. Бұл бал мен май ергенше біз қазір жұмыртқаны миксерлейтін боламыз. Міне біздің бал мен май әбден еріді, дайын болды. Енді отымызды сөндіріп қоя тұрамыз. Енді осындай 6 жұмыртқаны миксерлейміз, әбден көпіргенше. Егер де жұмыртқаларыңыз үлкен болатса, онда 5 жұмыртқа жеткілікті. Кішкентай болатса, мөлшері осындай 6 жұмыртқа қосыңыздар. Енді осылай кішкене көпіріп қалған кезінде қантты осылай бөліп қосып миксерлеп отырамыз. Барлығын бірден толық қоспаңыздар, өйткені біздің жұмыртқамыздың массасы көтерілмей қалады. Осылай біртіндеп қосып 10 минуттай, 8-10 минуттай миксерлейміз. Достар, міне осындай әдемі болып көпіру керек біздің жұмыртқамыз. Осындай масса болғаннан кейін миксерімізді сөндіреміз. Енді осы суыған бал мен майды осылай біртіндеп араластырып тұрып құямыз үстіне. Қатты суытып керек емес, жылдай болса да қатты суық емес, қатты ыстық емес болу керек, осындай жылы болса да құя бересіздер. Енді осылай біртіндеп жайлап араластырамыз. Достар, енді үстіне ұн қосамыз. Ұнды тоже біртіндеп қосамыз, өйткені біздің осы массамыз, жаңағы көпірген жұмыртқамыз басылып қалмау керек. Сонда біздің тортымыз жақсы жұмсақ болып шығады. Осылай бөлшектеп қосып отырамыз. Және де осындай бір қалыппен араластыру керек осылай. Міне осындай масса шықты. Көпіршіктері барлығы әлі бар. Осындай болу керек, басылып қалмайтындай. Енді осындай үлкен бірдей противенға пергаментіміз салып, осы массаны екіге бөліп, қызып тұрған пешімізге саламыз. Теңдетіп бөліп, осылай тегістеп жайып шығамыз. Жайған кезде бұл жұқалау болады, бірақ піскен кезде біздің қамырларымыз көтеріліп қалыңдау болады. Осылай барлығын жайып шығамыз. Міне осындай 2 противенға. Енді осыны бірдей пісіріп аламыз. Біздің қамыр піскенше осылай кремденетін боламыз. Жарты литр сливкаға қант, кішкене дәміне қарай қант қосып, осындай масса болғанша біз оны миксерлейміз. Қатты қою болған күтпеңіздер. Осындай масса болған кезде үстіне сливочный сырымызды салып 200 грамм ары қарай миксерлейтін боламыз. Сливочный сыр салғаннан кейін біздің креміміз бірден қоюланады. Сливкиді өзін миксерлеген кезде қатты қою болғанша араластырмаңыздар, өйткені іріп кетуі мүмкін сыр қосқан кезде. Міне осындай масса креміміз дайын болды. Бұл бізде сливочный крем болады. Енді екінші осындай сливочный майды, бөлме температурасындағы майды осылай миксерлеп аламыз. 2-3 минуттай миксерлеп болғаннан кейін үстіне жарты банка вареный сгущенкамызды қосып 1 минуттай миксерлейміз. Екеуінің температурасы бірдей болу қажет, бөлме температурасында. Өйткені іріп кетуі мүмкін, егерде біздің майымыз немесе сгущенкамыз суық болса. Осылай 1 минуттай миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін осы кремімізді сливочный кремнің үстіне қосып, екеуін бірге араластырамыз. Міне осындай әдемі түсті дәмді крем дайын болды. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Қазір біздің бисквиттарымыз піскен кезде
Достар, міне біздің медовый балды бисквиттеріміз дайын болды. Енді осыларды барлығын қазір бірдей етіп ортасынан бөлеміз. Өте жылдам жасалатын торт. Ешқандай да қамырды жайып отырмайсыздар, осындай құйып жылдам дайындап аласыздар. Дәл ортасынан бөлеміз, сонда бізде 4 корж шығады. Енді жан жағындағы артық шығып тұрған жерлерін кесіп аламыз. Оны біз қазір осы торттың жан жағын әсемдеуге қажет болады. Барлығын кесіп тегістеп аламыз. Енді дайын болған корждардың үстіне дайын болған кремімізді жағамыз. Барлығын осындай бірдей етіп жағып шығамыз. Кішкене қалыңдау қылып жақсаңыздар жеткілікті. Достар, міне барлық кремдерін жағып болдым. Кремнің барлығы толығымен осыған жетті осы тортымызға. Артық емес, көп емес, аз емес, осындай крем шықты. Міне осындай әдемі болып шықты. Енді жаңағы біздің артық кесіп тастаған корждарымызды үккіштен өткізіп, үккіштің үлкен жағын өткізіп, осындай шеттерін әсемдеп аламыз. Осындай корждарға жағып, тортымызға жағып, міне осындай әдіспен шеттерін жағып аламыз барлығын. Достар, міне жағып болдым. Біздің тортымыз дайын, енді тек қана бетін әсемдеу қалды. Мен өзімнің осындай ойымша осындай кивидан шаша істедім әсемдеп. Жасыл түсті болғандықтан осындай киви алдым. Енді ол әркімнің өзінің қалауынша қалай әсемдесеңіздер де болады, әртүрлі қылып. Мен бүгін кивимен әдемі қылып осылай әсемдеп алдым. Енді осындай әдіспен шашамызды жинаймыз. Өте оңай және де әдемі шығатын осындай торт жасап көріңіздер. Және де көп уақыт алмайды. Осы тортымыздың корждарын пісірген кезде де көп уақыт алмайтын өте жылдам торт және дәмді болып шығады. Осындай әдіспен енді шаша жасап шығамыз. Міне кивиларымызды жинап болдық. Осындай шашаның көлемін салдым. Енді осыны шашамды әсемдеуге бізге қызыл немесе басқа түсті керек болады. Міне осындай мен алманы алдым. Енді сізде болып жатса басқа да әдемі түсті осындай көкөністеріңіз болса да, немесе жемістеріңіз болса да әдемілеуге болады. Мен бүгін алмамен істедім. Осындай жұлдызша істеймін бетіне. Шашамыздың үстіне қоятын. Міне осындай әдіспен шашаны әсемдей бастаймын. Енді осындай кішкентай үшбұрыштыларды осы алманың қызыл жағымен, қабық жағымен осындай әдемілеп кесіп алдым. Енді сіздерде қызыл анар, гранат болса да осындай мышақтарын әдемілеп жаңағы шашаның ойыншықтары ретінде қойсаңыздар болады. Менде болмағаннан кейін осындай алмамен істедім. Соның өзінде осындай қызыл түсті әдемі болып шықты. Міне достар, осындай әдемі шырша және жылдам дайындалатын торттың рецептісі ұнап жатса, менің рецептімді дайындап көріңіздер. Егер де осы әдісім ұнаса, менің каналыма лайк басып, комментарий астына жазып, және де тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Осындай әдемі шыршаны қабыл алыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.